Адам өмірі жылдың 4 мезгілі секілді. Тіршіліктің бір жарғаны тәрізді, дүниеге келер шақ көктем. Жаздай жайнаған жастық шақ, бейнеттің зейнетін көрер көз, ақ қырау шалған тұз қарттық. Сол секілді әр адамның өз мезгілі, өз өмір жолы бар. 1946 жылы Сыр елінде Қармақшы ауданында Садық әке мен Қалима ананың отбасында 5 баланың бірі боп дүниеге келген Суликоны әкесі ерекше жақсы көргенді. Әйтпегендеше, әскери салада қызмет еткен әкенің қызы дәл кеңес үкіметі тұсында қарулы күштердің құрылған күні 23 ақпанда дүние есігін ашты. Садық әкесі сол нәрестеге Сулико деп ат қойды. Сулико грузин тілінен аударғанда «моя душа», жаным деген мағына береді екен. Көреген әке осы қыз баласын болашақта барлық шәкірттердің жанындай жақсы көретін ұстазына айналарын сезген шығар бәлкім. Әскери отбасында тәрбиеленген Сулико орыс, қазақ тілін еркін меңгеріп, мектепті жақсыға тәмамдайды. 1964 жылы Ленинградтағы Политехникалық институттың философия факультетіне түсіп, студент атанады. Өз заманында Батыр қалада білім алып, жоғарғы оқу орнына түсу екінің біріне бұйыра бермейтін бақ екені анық. Ол нағыз білімді, жалынды жастың қолынан келсе керекті. Сулико апай өз естеліктерінде Ленинградта өткен күндерін көп айтатын. Кейін сол қалаға оқушыларын саяхатқа апаруы да, Ленинградта әскери борышын өтеп жатқан оқушысын іздеп баруы да үлкен қалаға деген үлкен сүйіспеншілігін жеткізгендей. Кейін Америкаға қоныс аударған бауыры Света Ленинградта тұрғанда сол қалаға жиі барып, жастық шақтың сағынышымен қауышқандай болатынды. Өйткені Сулико жаз өмірін керемет өткізіп жатқан тұста ата-анасы өмірден өтіп, 2-ші курс студенті Ленинградпен қош айтысып, інілеріне қамқор болу үшін елге оралады. Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтына түседі. Институтты тәмамдаған соң 1972 жылы Шалқарға қоныс аударып, сол жылы Әлби Жангелдин атындағы орта мектепке орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмысқа орналасады. Мектептегі әріптес ағай апайлары ұжымға келген жас маманның сауаты мен жігеріне риза боп, жұлдыздай жарқыраған Суликоға Шолпан деп есім беріп еркелетеді. Осы білім ордасында 35 жыл үздіксіз еңбек етіп, бірнеше шәкірттерге білім берген Суликоны түлектері өз анасындай құрметтейтінді. Көптеген оқушылары орыс тілі мамандары боп ізбасарларына айналды. Қазақ мектебін тәмамдаса да, әр шәкірті орыс тіліне жүйрік, сауатты тұлға боп қалыптасып, қазіргі таңда республиканың түкпір-түкпірінде абыройлы еңбек етуде. Сондай-ақ Сулико ата-аналардың ықыласына бөленген өз қалаулары мен Селивановка қалашығының құрметті азаматына айналдырып алған жан. Бар жақсылықты халықтың баласына сыйлай білген ұстаз кеңес үкіметі тұсында оқушыларын батыр қалаларға апарып, Москва, Ленинабад, Сочи, Ленинградқа саяхат жасатып, шетелге дейін аралатып, әр баланың таным көкжиегін кеңейтуге үлес қосты. Бұрын соңды жат жерге барып көрмеген 32 баланы бір ғана мұғалімнің бірнеше батыр қалаларға апаруы ұстаз жүрегінің батылдығы болар сірә. Жаны қалаған адамды кемшілігі болса да жақсы көретін, бір ұнатпаған адамын жақсылығы болса да іш тартпайтын, тік мінез, шынайы болмыс, өз ісіне адал, асқан жауапкершілік иесі. Сулико апайдың тәртібі мен талабы, білімі мен тәрбиесі ерекше еді. Ұстаздың бала тәрбиесіндегі қызықты әдістері әріптестері мен шәкірттері арасында деген екен боп айтылып жүр. Осы Шалқар ауданы бойынша Байшулина Сулико Садыковна барлығына белгілі атақты русовед, оны барлығымыз да білеміз. Сол кісінің бастауымен, сол кісінің ұйымдастыруымен Шалқардан
топ ұйымдастырылып, жыл сайын сәуір айында көктемгі каникул ұзақтау, сол кезде балаларды ұйымдастырып, ең бірінші рет Тәжікстанға апарды. Одан кейін Москваға апарды, Сочиге апарды, Адлерге апарды. Міне сол кісінің арқасында біздер сол уақытта 5-ші класстан бастап мектеп бітіргенше біраз елді жерді көрдік. Ол жерлерді біздер Жақсылық ағайдың сабағында оқып, картадан көрсетсек, Байшулина Сулико Садыковна апайымыздың ертіп жүруімен сол жерлердің дәмін таттық, сол жерлерде болдық. Екіншіден, өте қызықты бір кезең. Сол кезде үлкен қоңырау болсын, кішкентай қоңырау болсын, барлығымыз класстан жүгіріп шығып, кішкентай ғана коридорымыз бар, квадрат құрып ұйымдастырамыз да тұрып алып өлеңді айтамыз. Орысша өлеңдердің барлығын осы Сулико Садыковна апайымыздың арқасында айтып шықтық. Мәдениеттің қарапайым элементі, әдептілік әліппесі, қазақ әдебиеті мен орыс әдебиетінің қайнар бұлағы, бәрі бір сәтте ұстаз жадынан шыққан емес. Мысалы, тамақтану үстінде қалай әдептілікті сақтау керектігін үйрету үшін оқушыларын мейрамханаға барып, оң қолына пышақ, сол қолына шанышқы ұстауды үйретіп, мейрамханада тәрбие сағатын өткізуі. Сабақ арасындағы үзіліс кезінде класстарды аралатып, орыс тілінде шағын қойылымдар қойдырып, оқушыларды өзара достық қарым-қатынасқа баулуы. Орынсыз акценттің орын алмасы үшін орыс тіліндегі әндерді көбірек жатқа айтқызуы. Мұның бәрі бүгінде шәкірттері қызыға еске алатын сәттерге айналды. Міне, Сулико Садыққызы осындай қарапайымдылығымен шәкірт жүрегіне жол тапқан жан. Жоғарғы санатты ұстаз, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі құрмет грамотасының иегері, еңбек ардагері Сулико Садыққызы 2007 жылы зейнеткерлік демалысқа шықты. Демалыста да мектеппен байланысын үзген жоқ. Ақ қыраулы шағында бауырлары мен жақындарының, шәкірттері мен әріптестерінің қамқорын сезініп, қарапайым күн кешті. Әсіресе апайы десе құрақ ұшып, жанына медеу болатын, қай кезде де қасынан табылып демеу болатын шәкірттерін айтсаңызшы. Мен классике Байшулина Сулико Садыковна. Есімі алтын әріптермен жазылған ұстаз бен шәкірттердің адами биік қарым-қатынасына риза болған ел, мұғалім болсаң, Суликодай бол деп таңдай қақты. Ұстазы әр шәкіртін өз баласындай көріп, анасындай тілекші болатын. Жұдырықтай жүрегіне бар қазақтың баласын сыйдырған Сулико Садыққызы 71 жасында неден өтті. Өмірден өзі кетсе де, көзі боп шәкірттері, ізі боп өнегелі істері қалды. Жаныңыз жәннатта болсын, асыл ұстаз.